Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бір кесе айраннан дайын болатын дәмітті илейтін тіске басар дайындаймыз. Ол үшін бізге бір кесе айран, 100 грамдай үкіштен өткізілген сыр және 150 грамдай аскөк қажет болады. Және де 2 дана жұмыртқа қажет болады. Барлық салмамызды осы бір ыдысқа салып аламыз. Одан кішкентай қасықпен 1 қасық разрыхитель, үлкен қасықпен 1 қасық қант, кішкентай қасықпен жарты қасық тұз саламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Осылай барлық салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Және де ұн қажет болады. Ұнымызды мен алдын ала осы қорытқыштан өткізіп дайындап қойдым. Бізге 450 грамдай ұн қажет. Осылай ақырын-ақырыннан ұнымызды кезек-кезек салып, осылай қамыр илейміз. Осылай қолымызбен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз дәл бауырсақтың қамыріне ұқсас келеді. Қамырымызды қаттылау қылып илеуіміз қажет. Ұнды көбірек қосқан жөн. Себебі айран қосқандықтан қамырымыз жабысқақ болады. Міне дәл осылай дөңгелетіп илеп аламыз. Одан кейін бетін 10 минут жауып қоямыз. 10 минуттан кейін осылай қамырымызды жайып аламыз. Осылай дөңгелек қылып жайып аламыз. Өте жұқа болу қажет қамырымыз. Міне жұқалығы осындай болу қажет. Міне жайып болғаннан кейін осылай қамырымызды кесеміз. Осылай дәл видеодағыдай қылып кесеміз. Міне осылай кесіп, осылай дайындап аламыз. Қызып тұрған табамызға орташа отта 2 жағынан 2-3 минуттан қызарғанша осылай қуырып аламыз. 2 жағынан осылай аударып қуырамыз. Міне біздің дәмітті илейтін бір кесе айраннан дайын болатын тіске басарымыз дайын. Егер де видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.